Қайырлы күн. Ассалаумағалейкум. Құрметті Түгел Лайф YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біздер тағы да футзал туралы әңгіме айтамыз. Өңірдегі әуесқой футзал туралы әңгіме айтамыз. Біздің қонақтарымызды таныстырып жіберейін. Жасын Хабибуллин көпке танымал. Батыс Қазақстан облысы футзал ассоциациясының президенті және Марат Мусин футзал ассоциациясының бас хатшысы. Енді біздердің бағдарламамыз шыққан кезде біздің чемпионат города ашық чемпионат жүріп жатады ғой уже. Қалалық. Енді жалпы 2000 нешінші жылдан бері жұмыс істеп жатыр. Яки қашаннан бері ашылды, неге именно ашылды? Бұрында білетін едік. Галактион, Подстепный деген командалар болды. Оған дейін де қалалық чемпионаттар өтіп жүрді ғой. Енді сіздің осылай футзал ашуыңызға деген не түрткі болды, содан бастасақ жайлап. Біздер енді ең басынан айтатын болсақ, біздер үлкен футбол ойнап жүрдік 2006-дан бастап шамамен. 2006 сол маусымнан бастап үлкен футбол ойнап жүрдік. Сол где-то шамамен 2015-16-ға дейін үлкен футболда болдық. Содан кейін жалпы футзал бергеректе шықты ғой. Шағын футбол, мини футбол деп жүрдік. Сол кездері. Сосын бұл жаңағыдай шағын футбол жарыстары бізде қалада, облысымызда ондай ұзақ турнир болып өткізілмеді. 2 ай, андай бір қысқа турнирлер болып өтіп жүрді. Содан кейін жаңағыдай бір ағаларымыз шықты, жаңағыдай чемпионат өткізіп оздырып, где-то 2013-14-терде ма, 15-терде ма шамамен. Біздер сол үлкен футболда жүріп, бізде Азитехстрой деген команда болды. Сол Азитехстройдың біздің бас демеушісі, директоры Армат Жайлауұлы Алимбетов деген кісі бар. Біздің үлкен ағамыз, жалпы тоже біздің жалпы өңірге танымал, Батыс Қазақстан облысында құрылысшы. Сол біздің демеуші болды, және де бізде Азитехстрой деген команда болды. Біздер үлкен футбол ойнап жүрдік. Сол кісіге 2015-терде, по-моему, да? Шамамен да? 2015 қой, 2015-те сондай ұсыныс келді сол кісіге, біздің үлкен футболдың басшыларынан. Давайте сіз шағын футзал ассоциация құрыңыз деп жаңағыдай. Сосын чемпионат жасаңыз деп. И сол кісінің жаңа себебімен біздер ол кісіге көмектесіп жүрдік басында. Бірінші жылы. Ассоциация деген болған жоқ. Сол кісі жаңағыдай қаржылай көмектесті, командалар жинадық. Ең бірінші чемпионат солай басталған болатын. Ал 2016-да уже жаңағыдай біздер ассоциация ашып, осы қазіргі форматтағыдай жайлап бастадық, өткізіп, сол 2016-тан бастап 2015-16, 16-17 сол маусымдар солай келіп болып жатыр қазір. Енді ол кезде футзалды білеміз. Қазір футзал ойнап жүргендердің өзі айтатын еді. Сол кездегі футзал үлкен футболға ұқсайтын еді дейді. Сол кезде ме? Сол кезде бастаған кезде неше командамен басталды? Мәке, сіздің есіңізде ме? 30 команда болды бізде. 30 команда болды. Примерно шамамен 30 команда болды. Ең басында да бізде анда бір высший лига болды, одан кейін бірінші лига болды. И сосын екінші лига болды. Каждый лигада 10 команда болды. Сол 30 командадан басқа бірінші сезон сразу. Сол неде өткіздік. Арман стадион бар, ой стадион деймін, спорт комплекс Арман. Зачаганскада. Қазір жекпе-жек. Сонда как раз ол ашылды осы жылда. Сонда бастадық 30 командамен. Жаңа 30 команда болды дейміз. Оның бәрі есімде, жаңадан басталып жатқанда рекламасы да жүріп өтті. Инстаграмның жаңадан шыққан кездері кішкене раскрутка сол жерде жақсы жүріп өтті, есімде әлі. Сосын үздік ойыншылар береді, бүйтіп ұстап тұрып түсіреді. Грамоталармен түсіріп жүрді. Бәрі есімізде, кеше ғана сияқты еді. Сол ең алғашқы бастаған 30 команданың ішінде әлі күнге дейін осы 8 маусым, 9 маусым болып қалды ғой. Ойнап жатқандар бар ма? Ойнап келе жатқан сол кезден бар ғой. Жанбек деген. Жанбек командасы, наверное. Жанбек, Жаңақала команда, сосын
Казталов биыл жоқ екінші па? сезондан қосылған сияқты олар. Жаңғала екінші сезон сияқты. Да, бірінші болған Подстепный болды, бірақ подстепный сол кезден келе жатыр, там 1-2 маусым шықпай қалады, қайтып шығады. Бірақ енді басынан келе жатқан командалардың бірі. Көп ұзамай енді осымен жаңа маусым басталады. Біз шығып жатқанда, YouTube шыққан кезде уже бірінші тур ойындары ойналып кететін бар. Енді қазіргі таңда команда саны нешеге жетті? Даму үстінен дамып жатыр ғой. Бұрынғыдай емес қазір. Қазір так, бізде Суперлигада 6 команда. Сосын топ-лига деген бар. Онда да 6 команда. Содан кейін бірінші лига. Бірінші лигамызда бізде 12 команда. Екінші лига бар. Екінші лигада тоже 12 команда. Содан кейін үшінші лига. Бұл лигада бізде 8 команда. Содан кейін қазір бірлестік лига басталады. Бізде этаппен басталып жатыр ғой. Қазір осы аптада, например, даже Суперлига ойнамайды бізде. Топ, сосын бірінші, екінші, үшінші лигалар ойнайтын болады. Суперлига келесі аптада бастайды. Сосын бірлестік лигасы басталады. Бірлестік лигада шамамен енді былтыр қанша болды бізде? 12 команда болды бірлестік лигада. 12 команда болды. Шамамен сол 12 командадай болатын шығар. Шамамен где-то сол 55 команда болатын шығар. Даже одан да жоғарыдан 60 команда болады. 60 команда, 60-ға жуық команда болады. Жыл сайын солай қазір. 60-тан асады уже, наверное. Ең сәтті маусымы 2018-19-дан, потому что сол кезде Бәйтерек шағын футбол клубы ашылды. Біздің ассоциацияның чемпионатта ойнаған балдардың кейбірі Бәйтеректе де ойнады. Кейбір балдар емес, почти бүкіл біздің ойыншылар бірінші сезонда, біздің ойыншылар как раз сол кезде легионерлар болған жоқ. Сол анау Петр Новенков деген тренер болды оларда. Петя, универсальный человек дейміз, универсальный солдат деп. Солармен, бірінші сезон бастап, біздің местный балдар болды. Ең бастаған кезде. Асхат Мажит білем, Сергей Клинков, Досхан ойнап Ждаубекер. Қайрат Қожантаев. Қайрат, Мералы. Нұрлан Абдиев. Барлығы сол біздің чемпионаттан шыққан балдар ғой. Өткенде енді жаңа маусым жеребевкісіне Попов келді өзі. Енді бұлай Суперлигада ойнап жүрген балдар көзге түсуі мүмкін ба? Содан да жоқ, енді көзге түсу дегенде көзге түсу мүмкін, бірақ енді ол жаңағы Бәйтерек футзал клубының жаңа несіне байланысты ғой, тоже қалай көзқарасына, жаңағы политикасына. Егер де олар біздің ойыншыларымызды в обойме дейді ғой, если қараса, жаңағыдай сондай ниеттер болса, пожалуйста, олар. Сосын андай ұсыныстар келіп жатыр ғой, ана кеше мына Инстаграмға шығардық қой, жаңа жеребе рәсім. Сонда комментарийге жазып жатыр ғой анда кісілер. Неге Поповты шақырмайсыздар чемпионатқа? Жаңағыдай. Ардагерлер. Жоқ, неге? Кәдімгі біздің чемпионатымызға көрсін, қарасын деген сияқты. Просмотр ғой, просмотр. Жақсы балдар көзіне түсер деген сияқты. Сондай ұсыныстар түсіп жатыр, жазып жатыр. Біздер айтамыз, шақырайық, проблем жоқ. Шақырамыз ғой, әрдайым да шақырып жүрік қой. Шақырмастан бұрын мен құлағым шалып қалды, өткенде менде болдым ғой жеребеде. Қарауға отыратын балалар бар ма екен, көру керек деп өзінің аузынан сөз шыққандай болды. Басында тұрдым ғой, Сергей Любой. Көрейік деп. Енді содан бөлек балалардың жарысын өткізесіздер ғой. Балалардың чемпионаты, Children Cup, неше түрлі. Балалардың футзалға деген көзқарасы қазір қалай, қызығушылығы, барлығы бәрі 200 баланың бары 200 футзалшы болмайды. Былайқа жалпы ата-аналардың көзқарасы сіздердің өткізген чемпионаттарға. Енді ойымыз бар, жаңа жылдан кейін қазір бірінші жасын айтып отыр ғой, қазір біз этаппен келе жатырмыз. Қазір біз основной чемпионат бастаймыз ересек арасында, сосын деген одан кейін уже бірлесек лига келесі жұма. И одан кейін қазір Новый годтан кейін уже как раз бұл ойымыз бар, уже балдармен жұмыс істейміз. Тоже бір полноценный чемпионат оларға істейміз. Оларды тоже группаларға бөлеміз возрастпен. Жазда өткіздік біздер. Жазда. Жазда. Енді сол қыстың чемпионаты болады, солай тоже. Именно сол балдардың арасында. Сосын сіздерге енді бүкіл қалада да осындай проблема бар сияқты. 50-60 команда бар, бірнеше лига. Спорт залдың жетіспеушілігі проблемалар,
Бізде қазір 3 жерде ма 4 жерде ме ойнайтын? Оралда, Атлантта, қайда ойнайды? Оралда, сосын энергия, қайда трибуналар бар, ITU, сондай бір үшіне. Именно сол жарыс өткізетін спортзалдар. Басқа енді просто былай тренировка ретінде ғой, андай не жоқ, көрерменге келеді, орын жоқ, нені қарауға ыңғайсыз та, тек тренировка істейсің болды. Енді жарыс өткізуге анда былай ыңғайсыз, неудобно. Қазіргі сонда ассоциацияның алдында тұрған ең басты проблема команда көбейтіп, оны расширять істейін десең де, ойнататын мысалы таңертең 9-10-да бастағаннан кешкі 10-11-ге дейін ойнайды ғой былай да. Шамамен. Ол да проблема ғой балаларға да. Жәнібектен тона Ордадан келіп түнгі 11-де ойнаған тоже ыңғайсыз да. Сонда почти барлық облысты қамтып отырсыздар. Теректің біраз командасы бар, Жәнібектің, Орданың, Жәнібектен 3-ші лигада Жақсыбай жүр. Тағы бір лигада өздері жүр. Осынан Ағуба болды бұлдырлар, Ағуба болды. Қазір бірлесек лигада еще Жанбектің балдары қатысады тоже, қызметшілер. Соның барлығы енді жақсы ғой, енді басқа аудандарда бар. Мысалы, сіз бастағаннан болсын, бұрыннан бері футбол дамыған, футзал дамыған аудандар бар ма? Мысалы, мынандай ауданның осы 7-8 жылдың ішінде бірде-бір команда келген жоқ деген аудан бар ма? Келмеген ба? Келмеген, Жоқ, наверное. Барлық аудандардан келді командалар. Даже бір рет болса да, бір жыл болса да, бір маусым болса да, командалар қатысты. Например, Шыңғырлау тоже қатысты. Шыңғырлау сол былтырға дейін ба, әлде алдыңғы жылға дейін ба, бір Шыңғырлау қатыспады, бірақ Шыңғырлау шығарды ғой команда. Былтыр, по-моему, да, Шыңғырлау. Бір жыл болды, олар бір сезон ойнады, олар, Олар ойнады Шыңғырлау. Былтыр ойнаған сияқты, или алдыңғы жыл ма, есімде жоқ. Ойнады, точно айтамын, 1-2 жылдың жаңағы барлық аудандар қамтығандыстар. Қаратөбе қатысты, Тасқала қатысты, бізде қандай аудандар бар? Бәйтерек ауданы 1-2 жыл ойнамай қалды, бірақ Сан-Сити, Даринскіні ойнап жүрді. Бәйтерек қазір переметный команда шығып жатыр. Сосын ана Ақжайық тоже ойнады бізде, Ақжайық. Қабыршақты деген команда. Сосын переметный деген сөзін бөлейін де, не анау Баракат деген командасы. Баракат, Суперлигада бірінші орын алған чемпиондар. Ол как раз сол Бәйтеректің ауданы шықты олар. Аманжолдар, Бекзат, Пуля, Адлет. Біздің действующий чемпиондар ғой қазір Суперлигада. Действующий чемпиондар қай лигадан, төменгі лигадан жоғары көтеріледі. Суперлигадағы действующий чемпион биылға взноссыз кіреді ғой да? Топ лиганың чемпиондары оларға біріне 50% кетті оларға. Төрешілер жағы, бізде енді төрешілердің көбі футзалда да біздерге қызмет қылып жүрген, футболда да қызмет қылады. Жалпы төрешілік жағынан не жоқ па? Төрешілер енді қазір бізде новый төрешілер бар қазір бізде. Ана деген қазір Жейінбетов Ербол бізде бас төреші бар. Сол Жейінбетов Ербол бізде жалғыз төреші қазір именно футзалда істейтін. Сол уже 2 сезон ба, 3 сезон уже новый балдарын жинап, олармен судейский семинар өткізіп, оларға сертификат беріп, уже биылдан бастап уже біздер оларға присвоение жасадық. Судья по спорту деп, судья первой категории футзалдан қазір солы жайлап именно футзалдың төрешілер бар қазір бізде. Жайлап болып отыр. Қазір осы жылдан бастап Иванов Виктор деген бар. Тоже именно футзалда чемпионат Қазақстанда тоже қызмет еткен. Обязательно кімден Ерболмен бірге. Уже келесі жұма бізде Бәйтерек ойнады ғой. Сол как раз уже сол бірінші ойын кімнен болады? Викторның. Солына жұмыс істейтін еді, резервный болып. Сонда Ербол мен Виктордың Қазақстан чемпионатына төрешілік ететін дәрежеге жетуіне сіздің есептігіздеріңіз тиіп тұр ма? Осындан бастап, осындан тәжірибе жинап, ассоциацияңыз одан кейін сертификат алып тұрды ма? Бізде сол именно басында біздер жазда, сосын күзде набор болды ғой, именно судейский семинар футзалдан. Олар келеді, мысалы, семинарда қатысады, сосын біріншіден сертификат алады, что осындай нені өтті да. Одан кейін уже біздер осы сертификатпен
оларға не рұқсат береміз біздің чемпионатта судить етуге. Одан кейін уже сосын Жиенбетов Ербол уже оларға рекомендация береді неге футзальный неге ассоциация Қазақстана. Футзал, ассоциация футзал Қазақстан. Соған рекомендация береді, осындай балдарымыз бар біздер. Сосын енді чемпионаттың алдында оларға бір тоже бір сбор болады, олар анда барады, емтихан тапсырады, қарайды. И уже сосын уже тоже жайлап уже тоже сол Виктор сияқты уже чемпионат классына барады. Сосын бізде өзімізде тоже не мартта жыл сайын чемпионат Казахстана среди любителей өтеді. Астана, Қарағанда, Ақтауда, анда бір вообще 70 команда қатысады, бүкіл Қазақстан қатысады анда. Очень высокий уровень анда. Сосын біздің туристер анда да барады тоже, именно біздің чемпионаттан. Уже ана жыл неде в этом сезоне получается уже олар неге барған? Ақтауға. Осы наурыз айында 24. Ақтау қаласында 64 команда по-моему қатысты. 4 төрешіміз қатысты сол. 4 төрешіміз сол жақта қызмет атқарды. Иә. Жалпы Қазақстан чемпионатындағы жағдайымыз қалай, Жаке? Бізде енді естеріңде бар ойнап келіп жүрген балдар бар. Жалпы енді бізде енді Ақтаудағыдай, Қарағандыдағыдай деңгей жоқ болар, төмендеу бар, ояқтың деңгейі бөлек. Жалпы біздің балдардың облыстың құрамасының балдарының барып келіп жүр. Басында біздер ең басында командалар апарып жүрген кезде біздің мақсат группадан шығу болды. Сонда біздер есімде там ең бірінші жеңіске қол жеткізгенде қалай қуанғанымызды, например. Бірінші жеңіс қой. Ол қай жылдар сол? Сол 16-та сияқты да? 16-та ма да? 17-те ма? Группадан шығу ма или вообще просто? Ең бірінші жеңіс. Есіл деген команда ұттық қой. Богатырь ма? Иә, Есіл Богатырь ма? 2018-де. 18-де ма? 18-де. Сонда қалай қуандық біздер. Ол жалпы еще вообще біздің любительский футзалдың Қазақстан чемпионатында алғашқы жеңісі ме сонда? Енді оны нақты айта алмаймын енді. Енді жалпы біздің жұмыс атқарған кезінен бастап, например, сол кезде ең бірінші жеңіс сол 2018-де, по-моему, сол 2017-18-де алғашқы рет шығып бастадық қой, сол чемпионат Қазақстанға апарып командаларды. Сонда бізде жаңағыдай группадан шықсақ, біздер қуанатын едік. Группадан шықтық деп. Ал енді қазіргі таңда, например, бізде группадан шығу, ол даже біздер не обсуждается дейді ғой, орысша айтқанда даже. Айтпаймыз даже, потому что ол как обычно шығу стандарт болу керек бізге, без проблем. И ол солай шығады да біздің командалар, без проблем группадан шығады. И ары қарай уже по мере возможности ғой. Енді ең жоғарғы задача қоямыз ғой, чемпионство, там тройкаға кіру. Бізде ең жоғарғы нәтиже 2022-де 2021-де ма 2022-де ма есімде жоқ. 21-де да? 21-де ғой. 21-де. CCC Бәйтерек деген команда бізде 4-ке ілінді. 3-ші орынға жеңіп қалды. Жақсы, өте мықты ойнады жігіттер. Футзалда сол ең жоғарғы нәтиже. Сосын LF деген бар, тоже жазда ойнаймыз. LF-та тоже жақсы нәтижелер көрсетіп жатырмыз. Жалпы біздер біздің әуесқой футзал Қазақстанда не на последних ролях дейсіз ғой, да? Иә, әрине. Вообще ең топовый қай? Қазақстан бойынша Ақтау, Қарағанды. Сол Ақтау, Қарағанды, иә. Ақтау, Қарағанды, Алматы жақ. Вообще оңтүстік жақсы ғой. Вообще оңтүстік командалары жақсы. Именно среди любителей Ақтау ғой. Футбол жақсы көреді. Енді өткенде балдармен де сөйлескенде айтып, бізде енді футзалдың, любительский футзалдың деңгейі көтеріліп жатыр. Профиль ойнап жүрген балдардың өздері межсезонда келіп бізге ойнайды дейді. Есімде Петра Юнетке Асланбек Акимов келіпті. Иә, былтырлар келіп жүрді. Асланбек Акимов. Бекзат. Кімдер келіп жүрді? Нұрбек Карагуловтар келіп жүрді. Сосын Туригазиндар келіп жүрді қазір. Сборныйда жүрген балдар. Туригазин бізде ойнады. Досовтар ең бірінші там. Төрехан Досов, сосын екіншісі Нұрабы деген. Нұралы ма? Короче, тоже профессиональный уровеньде ойнап жүрген балдар ғой. Ол мен тек басын айтып жатырмын. Нұралем Байдолла емес па? Жоқ. Ол қақпашы ғой.
Сосын кімдер ғой еще қатысты тоже біздің местный кімдер бәйтеректің ойыншылары, легионерлар. Может, анау Хади Ахмади, по-моему, Хади Ахмади ойнады, Ақмешітте ойнады ғой. Ақмешітте ойнады. Алдыңғы жылы ғой. Хади Иә. Ахмади ойнады. Сонда между паузамен ойнап кетіп тұр ма? Ну, олар неге байланысты ғой? Жаңағы руководствосына байланысты ғой. Кейбір кездерде жібереді, кейде жібермейді, например, там паузада болады или там тағы бір нәрсе, ну там себептер көп болады ғой. Раз сондай деңгейде ойнаған ойыншылар бізге келіп, біздің облыс чемпионатына қызығушылық танытып жатса, ол деңгейдің өскені ғой. Әрине. Сіздің еңбектеріңіз, жігіттер. Болашақта жалпы қандай план? Осы деңгейде дами бере ма, әлде? Біздің пландар енді Бүкіл мақсат енді бұқаралық спорт дамыту ғой. Ол деңгей, мысалы, мен айтайын, күрес болсын, басқа түрі болсын, қазір футзалға бұқаралық жағынан, адам жинау жағынан ешқай спорт қазіргі таңда жетіп тұрған жоқ, оны мойындау керек. Енді волейбол кішкене жақындайтын болар, бірақ енді дәл қазір футзалдағыдай аудитория жинап, любительский футзалдағыдай команда жинап жатқан бірде-бір лига, бірде-бір не көріп тұрған жоқ. Видишь, түке оны деген сен көресің, сен мойындайсың. Бізде хотелось бы жаңағыдай мына мемлекеттік уровенде дейді, на государственном уровне, ну хотя бы местный, біздің облысымыздың там спорт басшылықтары тоже оны байқап жүр ғой, жалпы көреді. Сен айтқандай мына волейбол, там футзал ең массовый вид спорта. Бізде, например, просто былай простая арифметика ғой, санап қарасаң, например, бізде охват өте үлкен. Например, біздің командада, жаңа біздің чемпионатта 60 команда деп алатын болсақ, әрбір команда 20 адамнан ойнайды. Уже қыс бойы, күзден бастап, көктемге дейін 1200 адам спортпен шұғылданады да, например. Өте, мен жаңағыдай пікірім бойынша өте жоғарғы жаңағыдай нәтиже да, өте жақсы көрсеткіш. И мынандай басқа спорт түрлерінде ондай мен білмеймін. Жалпы на постоянной основе, например, қаншама адам осылай, уже олар ана сыртта жүрмейді, там кешке біздер суббота воскресенье өткіземіз ғой, там кейбіреулер там нелерге, там спорт, жаңағы кафе-мафелерге бармай, олар именно осы спорт түрімен айналысады, тренировкаға қатысады, бір какой-то мақсаттар қояды да, там өз деңгейлерін көтергісі келеді. Жаңағыдай жас балдарымыз бар, ардагерлер бар даже. Поэтому енді ешкім жайдан жай қарап отқан жоқ дейсіз ғой да. Белгілі бір путь бар да оларда. Жүріп өту керек. Сезон мейлі ол бірінші үштікте аяқтасын, мейлі ол последний аяқтасын, но все равно ол чем-то привлечен, завлечен, да? Енді мына сұрақ Мәкеңе сияқты. Енді 60 команда жоқ дегенде 20 ойыншы, оларды тіркеу бар, өз алдына тіркегеннен кейін әрқайсының доғдырдан справкасы болу керек, страховкасы бола ма, Жәнібектен келіп кететін балалардың қауіпсіздігіне барлығына енді өзіңіз қадағалайсыз ғой, Мәке. Мәкеңе қайналған сұрақ сияқты осы Жәке. Қауіпі қалай ол? Мысалы, кейбір жарыстарға барады, бұрында да бюллетень соқпай келеді, солай өткізіп атады кейбір жарыстарда. Бірақ ассоциация баяғында енді строго болар да? Әрине, ол міндетті түрде заявка, потому что қаншама случайлар болды тоже жарыста. Енді оны айтпай қояйық, тоже даже не қалай дейді оны, психические, да, нездоровые, да, нелер болады, ойыншылар, да, сосын былай физически нездоровый болады, обязательно міндетті түрде олар нені өткізу керек, дәрігердің несін. Бұрында біздер өзіміз тоже қатыстық қой, неге жарысқа. Физдиспансер болды, мына Баторинада. Раутсада ол қазір. Жарысқа барғанда анда барып, нені өтесін, медкомиссияны өтесін, сосын саған бір рұқсат береді, сенің карточка болады анда. Біздің енді условия тоже сондай, обязательно жарыстың алдында бір не болу керек, заявочный лист деген. Заявочный, сол как раз ойыншылар ана тіркелесін. Допуск врача деген. Ал егер осындай допуск врача болады,
егер командаларда болмаса допуск врача, біздер уже жарысқа бір бізде өзіміздің бір дисциплинарный регламент бар, сол анда там все прописано. Егер в случае чего, если вдруг допуск врача не будет, біздер оны жарысқа не допускаем. Или сосын еще технические поражения болады оларға. Бір ойыншыда болмаса да, 20 ойыншыда болмаса да, бәрібір технический поражение. Жоқ, ана деген осындай болмайды. Енді 19 ойыншылардың печать болса, бір ойыншылардың печать болмайды. Олар все равно міндетті түрде енді бүкіл нелердің ойыншыларын енді тексереді ғой. Енді оны біздер уже бірнеше жыл өткізіп жатырмыз. Басында енді солай нелер болды, проблема. Колхоз, иә. Үлгере алмадық деп, анау енді қазір қалай 21 ғасыр, хотя бы даже оригинал болмаса да бізге немен көрсетеді, электронный вариант, электронный скан вариант дейді ғой. Анда уже тоже бұл нелердің допуск уже қараймыз ойынның алдында. Сосын оларға рұқсат береміз. Сосын уже ойынға олар оригинал алып келеді. Нелердің. Сосын бізде қазір новое приложение бар, приложениемен тоже қараймыз. Сосын сравниваем, сәйкесе келе ма, келмей ма, немен заявкалармен бірге. Енді бізде уже таке енді жыл сайын уже біздер с каждым годом уже не қалай дейді оны, профессионализмді қосылып жатыр. Иә, уже ондай қазір проблема жоқ уже. Жақсартамыз жайлап жүр. Командалар біледі уже, что заявкасыз уже қатыса алмайды. Шаг за шагом, короче. Қатыса алмайды. Или уже заявка заранее бізге почтаға лақтырады нені заявканы, WhatsApp-пен лақтырады, что вот заявка бар екен, оригинал қазір бізде ойынға алып келеміз. Приложение деп қалыңыз, мен де шет жағын көрдім, мини-футбол деген приложение да? Иә. Мен әлі шын айту керек, ашып несін қараған жоқпын. Сол приложение туралы айтып жүрсеңіз, қандай приложение, не приложение? Ол местный ма әлде вообще? Жоқ, по Казахстану жұмыс жасайды. Именно мына LLF ұйым бар, КЛЛФ деген, Қазақстанский лига любителей футбола. Я сол осы ұйымға арнайы шығарылған приложение ғой, мини-футбол деп аталады. Бірақ ішінде жаңа футзалда, LLF-та ойнатылады, жаңа ойнаған командалар чемпионатқа. Өте күшті керемет приложение, маған өзіме лично ұнайды, жақсы ұнайды. Себебі анда деген, қалай айтсам екен, турнирдің таблицалар шығады, статистиканың бәрі полностью, қай ойыншы қанша гол салған, там каждый ойыншының өзінің личный профилі болады. Яғында кіресің, например, өзіңнің статистиканы көріп тұрасың. Қандай командалар, историяң болады, қай командада ойнағаның, қанша матч, қанша там карточка алдың, қанша гол салдың, жаңағыдай. Сосын ол приложение андай лайф дейді ғой, лайфе оны қарап тұруға болады, например. Сосын ссылкасы болады, анда бізде, например, чемпионатта әрбір ойын тікелей эфирде түсіріліп жатады, ютубқа көрсетіп жатады. Сол жерде ссылка болады. Мен бүгін просто тексеріп қарадым, анда өткен чемпионаттарды. Анда ссылкасы бар, например, басқа чемпионат Қазақстана. И сохранен тұрады ссылкасын басып қалсаң, прям сол приложение ішінде көрсетіп тұрады екен матчты. И тікелей эфирде де солай көрсетіп тұрады. Сосын расписание тоже анда шығарамыз. Жаңа инстаграмға да шығарамыз, сол приложениеға шығарамыз. Например, сен команда болсаң, өзің бір команданың бір несі, команда өкілі болсаң, или там ойыншысы болсаң, саған не келеді, бізде расписание шығарған кезде уведомление келеді. Завтра у вас матч деп, в такое-то, такое-то время, в такое-то, такое-то арена деп жаңағыдай. Сол күшті да, сосын уже жаңағыдай, ну, білесің, например, что у тебя матч там. Сосын басқа матчтар болып жатады ғой, например. Егер де сенің командаң ойнап жатса, сен тіркеліп тұрсың сол командадан, например. Бірақ саған тоже уведомлениялар келіп тұрады, там, такой-то игрок забил гол на такой-то минуте деп жаңағыдай. Өте күшті приложение. Ол профессиональный футболда да жоқ сияқты ғой. Сосын деген уже бізде, например, жасын екеуміз ойнаймыз да, мен уже приложение ашып, уже қараймын, ертең жасын қандай составпен шығады. Уже белгілі болады. Уже анда протокол болады, уже электронный вариантпен сөйтіп, мен кірем, уже білем, так, ертең жасын легионерлар алып келем, алып келмей ма, ертең Хади Ахмади келе ма, ертең там Туригазин оларда бола ма, болмай ма, уже оған тип мен дайындалам, уже белгілі болады. Уже заранее, вот, например, ертең ойын, сен, например,
команда өкілі болсаң, представитель болсаң, қазіргіден бастап уже протокол толтырып қоясың онлайн за день. Ну, өзің білесің, главное до игры ғой, можешь заранее заполнить, например. Толтырып қоясың, все, а менің қарсыласым көріп жатады уже. Сосын мен оны көріп жатамын, оның протоколын көремін. Бұндай приложение шыны керек мықты екен. Өте күшті. Бұрында мысалы шыны керек былтыр бақылай алмай қалдым, сосын Орал футбол лигасы деген өткізіп жүрді бір жылдары. Сол жылдары интерес кетіп қалды, білмей не екен. Биыл мысалы өткенде жеребевқа бардым, бақылайтын болсам, тіпті матчқа бара алмаған күннің өзінде де үйінен отырып қарай беруге болады. Приложение кіресің, ссылканы басасың, YouTube шығады, қарайсың. Сосын мына футболисттер тіркеледі ғой. Мысалы мен бір командаға тіркелем, одан шығып қалған жағдай болса, басқа командаға заявка біріне трансфер сол арқылы жасалмай ма әлде? Или бос игрок деп жазылып тұра ма? Анда деген, ну, жалпы енді былай ғой, общий қазақстанский приложение болғасын, там общий стандартный нелер бар. Бірақ уже каждый чемпионатта әртүрлі ғой, например. Бізде басқаша трансферный нелері, например, ашылады, или там көзқарас басқаша болады. Оны бәрін келтіруге болады. Ну, келеді де ол. Анда деген не бар? Тоже мен ойыншы ретінде тіркеліп тұрмын сол приложениеде. Например, менде қазір команда жоқ. Анда деген не бар? Жаңағыдай ищу команду деп басасың. Сонда сен общий казахстанский спискта болады екенсің. Сен владелец команды, сен, например, команда ойыншы іздеп жүрсің. Анан кіресің де қарайсың, так, қандай ойыншы бар? Например, мына там Түгелбай Бейсен, так, жасы там осындайда ойнаған командалар осындай екен, жаңағы каждый команда, мына осыншама матч ойнап, осыншама гол соққан екен деп. Қарайсың да, статистика. И түк нетіп аласың да. Байланысқа шығасың да. И өзіңе қосып аласың, короче. Бірақ ол дозаявочный период кезінде ғой да? Ну, солай шығар, дозаявочный периодта да. Енді чемпионат басталып кетеді деп тағы қайталағандай болмайық, бірақ мысалы бірнеше лига, оның биыл біздің чемпионат қандай форматта өтеді, қалай өтеді, ол жағында бір айтып өтейік. Өткен жеребекте болмай қалған балдар бар, мүмкін біздің әуесқой футзал ассоциациясының чемпионаты қалай өтеді, қандай форматта өтеді дегенде сұрақтар болуы мүмкін ғой. Үшінші лигадан бастасақ 8 команда, бұл жерде енді между собой өтеп шығатын бар да? Ну, 8 команда, үшінші лига 8 команда, олар бір стандартный системамен ойнайды. Круговой. Бір-бірімен каждый 2 круг болады, дома в гостях деген. Қанша ойын? Бір команда 14 ойнайын шығады. 14 ойын болады, дома в гостях деген. Каждый командамен 2 ойнайын болады. Сосын болғаннан кейін уже бір итоговый таблица шығады. И итоговый таблица, как обычный чемпионат қой. Бірінші, екінші орын кім алады? Екінші лигада бізде 12 команда ғой да, Жаке, да? Алтықтан 2 команда. Оларды тоже бір-бірімен ойнайды. Группада 10 ойын болады да. Одан кейін оларда не болады? Плей-офф деген стадия, плей-офф болады. А тобы Б тобымен ойнайды. Аның бірімен біріншінің Б-ның алты. Бірінші тур оларда бір стыковой ойындары болады. Бірінші, екінші орын алған командалар, олар пока демалады. Олар ойнамайды, оларға бір осындай не бар да, скидкасы бар да. Қалған, так, үшінші орын, 3 бірмен ойнайды. Жоқ, 6-мен ойнайды, 6-мен 4-5-мен ойнайды. КХЛ сияқты ғой да сонда? Оларда тоже анда 2 ойын ойнайды плей-оффта, дома в гостях деген. КХЛ сияқты емес, КХЛ футзал сияқты. Ладно. И вот солар, сосын стыковой ойыннан кейін уже 1/4 стадия басталады. Сонда уже бірінші, екінші орыннан командалар, оларды уже тоже... Олар сейінні сияқты болады, да? Олар сейінні. И сосын былай финалға дейін до конца болады. Топ пен Суперлигада? Суперлигада оларда 6 команда ғой. Суперлигада 6 команда, топ-лигада 6 команда, олар круговой ойнайды. Круговой. 2 круг болады, 10 ойын. Все, сонымен оларда чемпионат бітеді. Олар чемпионат бітеді. Но олар сосын болғаннан чемпионаттан кейін, олар бір отдельный не болады, турнир, лига ассоциации деген. Осындай. Суперлига, топ-лигамен ойнайды. Тоже плей-офф. Тоже бірінші стыковой ойындар болады. Одан кейін
1/4 и тоже финалға дейін ойнайды. И сосын бірінші орын алған командасы біздер оларға не береміз, призовой фонд 250 000 теңге береміз. Енді қызық болады. Суперлигада 6 команда 10 ойын, сонда игровой практика жоғалмасын деп лига ассоциация. Я лига ассоциация. Минимальный 12 ойын болады, максимальный оларда 17 ойын. Мықты. Сосын бір жылдар ол карточка берді, золотой карточка, андай карточкада. Gold card. Олар қандай не береді ойыншыға? Қандай ана нені айтып тұрсың ба сен, біздер былай вручать еткен типа андай FIFA-дағыдай? Иә. Мынандай золотой карточка. Соны да түсіндіріп жүрсеңіз. Потому что золотой карта ма әлгі? Жоқ, вот мы же дарили этот игрокам, там Дамиру дарили. Кажется, Мутя Подстепинский золотой карты егері сияқты, ол екі командаға ойнай ала ма? Екі лигада. Сондай неше ойыншы бізде вообще ондай? Оны деген, біздер голд карта істедік қып, өйткені потому что мысалы деген сен туған жері қандай? Шыңғырлау. Сен, например, Шыңғырлаудан да, туған жері. Но сен сондай мықты игроксың. И сені, например, жасынаға шақырады сені. Бізге кел, мен саған премка төлеймін, мен төлеймін. Қандай? Городской командаға? Городской командаға. Сосын сен жасына ойнайсың да, енді сен балдар шақырады, сен Шыңғырлау балдар. Ке, давай, біздер тоже команда шығарамыз, анау бізге. За родной ауыл деп. За родной ауыл деп. И біздер осындай бір голд карта деген бар. Саған параллельно екі лигада ойнауға возможность. Возможность береді. Ол да тоже да біріне қалай дейді, мүмкіндік. Саған да сосын Шыңғырлаудаға да уже, например, жақсы болады. Оны, сен сатып аласың, мына голд карта аласың да, и сосын параллельно өзі лига таңдайсың. Например, суперлигада и тағы, например, басқа командада ойнайсың. Осындай бір не бар бізде. Тек қана золотой карта ғой да? Онда неше ойыншы? Көп емес. Онда бір білмеймін енді, қазір осы жылда әлі пока бастаған жоқ па. Қараймыз енді. Ну, где-то былай, в среднем где-то, наверное, 5, 6, может быть, 7 солай болады. Ол өзі біледі, екінші лигада ойнай ма, үшінші лигада? Иә. Потом еще оларға не жақсы да, например, бірінші лигада, например, көбі балдар қазір, например, Ақтаудан шақырат балдарды, Ақтөбеден, оларға тоже бір не кетеді ғой, расход. Шоу бар, премкасы төлейтін бар, а мына жерде бір сен золотой карта алдың да, например, суперлигінің ойыншысына. И зато саған тоже бірінші лигада көмектеседі. Енді бірлестік лига туралы айтып жүрсеңіздер, кімдер ойнайды, қандай болады? Жасын айтады бірінші лига туралы. Бірлестік лига ма? Ол қызметкерлер ма? Бірлестік лига деген енді ол бұрында бізде гос лига деп аталып жүрді. Қызмет лига деп аталып. Қызмет лига деп. Қазақшасы қызмет лига ғой. Енді қазір бірлестік лига деп сондай атау бердік. Бірлестік лигада бізде жаңағыдай мемлекеттік қызметшілер ойнайды. Сосын силовые структуры дейді, қалай қарулы департамент. Департаменттер, там МЧС бар, ДВД-сы бар, ДГД-сы бар, жаңағыдай пожарныйлары бар, охранниктер бар, ана УСОЗКО деген да, там тоже постоянно қатысады. Сосын мектептер болады, например. Ниш ойнап жүрді. Ниш ойнайды, сосын ана қазір физруктар, там сборный, там әрбір жаңа каждый мектепте физруктар бар, солар бірігіп бір команда шығарып жатыр. Интергаз деген командалар. Ну, именно банктер, да? Банктер бар, сборный банков тоже шыққысы келіп жатыр, солай естіп жатыр. Хабарласып жатыр сол банктың өкілдері. Сосын не обязательно мемлекеттік қызметшілер. Например, любой, например, сен бір ұйым болса, сенде организация, например, да, там, айтайық. Жайып берсін. Например, Toyota сияқты, например, бізде команда бар, Toyota, ана не бар емес па, Toyota деген центр ма, не? Вот, сонда істейтін жұмысшыларың болса, солар жаңа отдельный команда құрып, именно сол Toyota-ның қызметшілері чемпионатқа шығып ойнайды. Ол лигада жаңа сол бір ерекшелігі бар, анда тексеріледі жаңағыдай. Еговтан, да? Еговтан, там пенсионный нелері бар, там тағы демелері бар. Соның бәрі тексеріліп, командалар солай қатысады бірлестік лигаға. Ну,
тоже деңгейі жыл сайын өсіп келе жатыр ол лиганың, потому что олар просто шықпайды, жаңағыдай спортзал жалға алып тренировка жасатады. Қазақтелеком деген былтыр команда шықты, биыл қайтадан қатысып жатыр. Чисто Қазақтелекомның ойыншылары ойнайды сонда. Жаңа біздер журналистер болып шыға аламыз да? Әрине, журналистер болып бір команда там ТРК, қалай? ТРК ма қалай? Жайық пресс, Ақжайық, ТДК. ТДК, солай болады да. Негізі жақсы идея. Көрер? Сізде даже, по-моему, чемпионаттар өткізіледі ғой да, бір жылдары болды ғой, через среди СМИ болды, мен саған звондап жүрмін, помнишь? Солардан қарап, бір отбор жасап, бір команда жасақтауға болады ғой сізге. Жатармыз. Біраз әңгіме айттық, рахмет келгендеріңізге жәке. Енді бір сағаттай боламыз дедік, бір сағаттай болып қалды. Тағы алып қосарларыңыз, бізде енді ең басты әуесқойлар лигасының, футзал лигасының проблемасы, оны жасыратын жоқ, оны спортзал болып тұр ғой, именно көрермені отыратын жері бар, спортзал. Шамамен бізге қанша көрермен келеді ойында? Ну енді мына біздер Арман спорт комплексте өткізіп жүргенде полный жаңа зал жиналып жүрді. Вот андай центральный матчтарда, там ауылдар ойнағанда, там Жаңқала ойнап жүрді сол кезде, Сырым полный жаңағыдай трибуна жиналады. Енді ана жерде қанша вместимость? 500 адам болатын шығар. Қазір, например, СК Оралда өткізгенде анда өздеріңіз білесіздер, андай отыратын жер жоқ. Бүйтіп айналып тұрады бәрі, полностью. Полный болады, например, Суперлига ойнағанда, сосын Жымпиты ойнағанда, сондай ауылдың командалары ойнағанда толып тұрады. Вот. Сондықтан да андай жақсы спортзал керек. Салават ғой енді. Сосын сіз сұрап отырсыз ғой, қандай бізде мақсатымыз да, қандай бізде әлі болашақта не бар? План. Вообще ең біздің жоспар план ол не? Алла жасын айтып отыр, тоже үкімет бізге кішкене көңіл бөлсе екен. Көңіл бөлсе да басқаша да бізге, потому что қалай дейді, біздер енді командалармен жұмыс істейміз, да, командалармен. Енді командалар көп бізде. Біздер за счет чего существуем, біздер оларда стартовый взнос деген бар ғой, вступительный взнос. Көбі, например, может командалардан осындай не спонсорлар жоқ, да, может кейбір командалардан может быть бір проблема болады да, қатысуға именно взноспен. Біздер енді массовый спорт болып, все, үкіметтен енді көп внимание профессиональный спортқа береді. Оларда бір тендер разыгрывать етеді да, бір клубқа, там, Байтерек бар, бізден Ақжайық, да, сол за счет сол государственных дейді, тендеров, да, олар существует. Бізге енді біздің мақсатымыз тоже именно үкіметке, чтобы на проведение чемпионата области, на проведение открытого чемпионата города, чтобы именно вот неден, чтобы мы, да, көмек, чтобы мы не за счет вступительных взносов, а бір үкіметтен бір не болса, тендер болсын деп, госзаказ болсын, осындай уже біріншіден командалар көп болады уже сан, и екіншіден уже бір качество уже басқаша болады тоже, потому что өйткені біздер, например, бүкіл өзіміздің еңбегіміз, внимание уже именно будем на качество уделять уже. А қазір мысалы деген все равно біздер командаларға навстречу идем, біріншіден там взнос им там где-то жартысын былай төлеп жатыр, потому что біздер қазір біздің мақсатымыз еще не хотим качество чемпионата поднять. Енді командалар көп, ол командалармен уже біздер оны бірінші миссиямыз біздер уже, как говорится, выполнили. Бүкіл область қатысып жатыр уже. Енді қазір именно качество керек бізге, именно сіз айтқандай. Сапа керек. Сіз айтқанда спортзал, бір жақсы спортзал болса, бізде трибуналармен, паркетпен, да. Сосын біздер нені уже қазір енді там YouTube трансляция бар. Да, сол YouTube трансляция сендер сияқты уже там 4 камера болсын, мысалы, не бір чемпионатта видео повторымен, сондай не болсын, да. Не болады уже. Уровень, басқа уровень болады. Енді 2016-дағы 17-тегі уровень мен былтырғы уровень салыстыру мүмкін емес қой. Рас уже Төрехан Досовтар, басқа да профиктар келіп ойнап жатқаннан кейін ол уровеньнің өскені, енді уровень өскен сайын
талап та күшейеді, ойыншыларға деген неге күшейеді. Сондықтан менің ойымша белгілі бір көңіл бөліну керек. Өйткені қалай болғанда да дәл сондай манада айттық, қазір де қайталаймыз. Дәл қазіргі таңда әуесқой футзал сияқты аудитория жинап тұрған бірде бір спорт түрі жоқ. Оны мойындау керек. Сондықтан бізде айтады, массовый спорт дамыту керек дейді. Массовость керек, жыл сайын мындай шара өткіздік, оған мұнша адам тарттық дейді. Мысалы, білмеймін, мысалы, расын, ойбай, біздер бұл чемпионат өткізіп болған деген осынша адам келді деп, оған келген адамның санымен мақтанып отқан жоқ. Өйткені понятно, что жылына 60 команданың әрқайсысынан 6 көрермені келген күннің өзінде де түсінікті ғой, қанша жиналатын. Сондықтан әрине дәл осы жағдайда массовость, қай спортқа қызығушылық көп, сол спортқа қарай қаражатты тиісінше бөліну керек деп ойлаймын, өз басым. Короче, былай ғой, массовость көргің келсе, футзалға кел. Ол хоть профессиональный болсын, хоть любительский болсын, екеуі де массовость жинап тұр. Оны мойындаймыз. Алға қойған енді қай-қайсымыздың да бұқаралық спорт дамығанның, жастарымыздың спортпен дос болған, жастарымыздың футбол ойнайтын, жалғыз футбол емес, күресетін, жалпы спортпен айналысқан жастарымыздың көп болғанын қалаймыз. Сіздер сол мақсатқа жете беріңіздер. Енді жаңа жылдан кейін балалар чемпионаты бастаймыз деп отырсыздар. Толыққанды енді біздің профессиональный футзалист шыққанын қаласақ, ол қазіргі таңда балалар азын шоғын бір-екі айлық чемпионат болса да қатысып жарыстың сәнін көрген дұрыс. Сол балалардың чемпионатында да бақылайтын боламыз. Жаңа маусым басталып жатыр. Енді жарақатсыз өтсін барлық ойыншылар. Ешқандай эксцесс болмасын. Рахмет келгендеріңізге. Бізге келіңіз қарауға. Матчтарға түсіріп, сұхбат алып. Алдында жазды ма? Жеребевкадан кейін. Иә, жазды ғой. Жадыгер. Мен айттым ғой, сонысына болайын деп жатып, жазсын ба, давай дейді. Бізде все аяқталды ғой да? Айтылды. Аяқталды ғой да қазір? Жоқ, аяқталып жатыр. Сіздер келіңіз, анау тоже бізде пресс-конференция істеңіз, да, кімдермен, жетекшілермен камераны алып келіп. Камераменкі емес. Мынау болады. Ну вообще былай келе ойыннан кейін центральный ойындар болады ғой. Одан кейін там пресс-конференция деген біздер сендерге отдельную комнату выдадим. Келесіңдер капитандармен, тренерлармен, как положено. Ойда болады. Осы директор переменный тұрып переменный командасы шығып жатыр. Бұрында шаңырақ дос болды. Награждениесіне бардың ғой, есіңізде ме? Олар ұтып алған 250 мың ба, қанша ұтып алды? Неге берді бір? Емге берді. Маштаков Нұрбек. Сол ма? Жангалиев. Жангалиев Нұрбек. Маштаков вратарь ғой екен. Қазір сол переметный сол бұрынғы состав сияқты да көбісі. Сол шаңырақ достың составы сияқты. Шаңырақ доста ойнаған балалар бар. Юрлар, макайлар жоқ. Сосын үлкен жігіттер бар. Нұрбек аға жүр. Эльдар. Кушубаев. Шыңғырлау жоқ, переметный білет етеміз. Шыңғырлау что-то иә, то шығады, то шықпайды. Рахмет, Жаке. Все.